сіздерге бір нормально видео түсіре қояйыншы дегенмін ғой. Сөйтсем біресе тақтам, біресе видеом дұрыс болмай, камера реттелмей, сондай болып кетті ғой. Так, керек пе осы әңгіме сіздерге? Жоқ, қажет емес, артық әңгіме былайша айтқан кезде. Мен бүгін сіздерге ақталу туралы видео түсіруді уәде еткенмін. Қарасаңыздар, байқасаңыздар, жаңағы әңгіме артық әңгіме. Вот ақталу, сіздердің алдарыңызда ақталу. Ол сіздерге қажет емес. Ақталу деген осылай, достар. Артық, қажетсіз, ұзақ, түсіндіру. Мысалы, мен сіздерге қазір нені түсіндіріп жатырмын? Мен әлі де жеткіліксізбін. Не болмаса, я еще недостаточно хороша деген нәрсені артында сол нәрсені жеткізіп жатырмын. Сіздерге ақталудың арқасында. Ақталу деген не жалпы? Қажет емес жерде түсіндіру. Қажет емес ақпаратты айту. Мен айтпасам да бола ма? Бірақ оны айтам ба? Ол ақталу. Мәселен, көп адамдардың аузынан естейсіздер, кешігіп қалдым, пробкада тұрып қалдым, балам жылап қалды, кешіріңіз, телефонды көрмей қаппын, енді көріп жатырмын, тағы не? Жаман оймен айтқан жоқпын, солай боп қалды деген сияқты. Егер сізде дәл осылай адамдардың алдында ақталатын болсаңыз, онда бұл видео дәл сіз үшін. Біз қазақ әйелдері неге біреудің алдында қарыз болмасақ та үнемі ақталып жүреміз осылай? Ақталу бұл шын мәнінде бір өзіңді қорғау емес, ішкі өзіңе сенбеудің сыртқа шыққан түрі. Адам ақталған кезде ол ішінен ішкі хабар мынадай болады: мен жеткіліксізбін, мен туралы жаман ойлап қояды, немесе мені кінәлап қалады деген секілді. Немесе қараңыздар, яғни ақталу бұл сырттағы адамға емес, ішкі қорқынышқа бағытталған, ішкі қорқыныштың сыртқа шығуы, сол ішкі қорқынышқа жауап беру. Қараңыздар, мынау адамның ішінде үш күй бар емес пе? Бала күйі, төмен тұру, өзіңді біреуден төмен санау, ересек күй, біреумен тең тұрау, сен де оксың, мен де окпын. Ал ата-ана күй, біреуді өзінен жоғары санау, өзін біреуден биік санау. Ақталу деген ол мына күйде тұру. Бала позициясында, бала күйінде тұрып сөйлеу. Яғни, мен өзіме сенімсізбін, мен әлсізбін, мен жеткіліксізбін, мені дұрыс түсінбей қалады, мені кінәлап қояды, мен туралы жаман ойлап қалады деген ішкі қорқыныштар. Енді неге біз осылай үнемі ақталып жүреміз? Ең бірінші себеп, менің ойымша, бұл, достар, қараңыздар, бізді кішкентай кезімізден бастап ұят болады, тыныш отыр, көп сөйлеме, үлкеннің алдында олай жасама деген сияқты осылай тыйымдармен өсірді. Бұл тыйымдар жақсы, бірақ көлеңке жағын қабылдамай тұрып бұл тыйымдар жасамасақ, адамның ішінде ішкі қайшылық пайда болады. Сондықтан да біздің көп энергиямыз осы ішкі қайшылықтарды шешуге кетеді. Сыртқа көбіміз онлайнға келдік, жұмыс әрекеттене алмай жатырмыз, ел құсап байи алмай жатырмыз. Неге? Осындай мыңдаған, миллиондаған, миллиардтаған ішкі қайшылықтарды шешуге кетіп жатыр ресурсымыздың бәрі, энергиямыздың бәрі. Сонда сыртқа емес, ішке кетіп жатыр. Ол нәрсені, ол бейсана деңгейінде, ол нәрсені біз өзіміз түсінбейміз, шығады, осознавать етеміз қай кезде? Осылай өзімізбен жұмыстанған кезде. Енді осылай тыйымдарды көрдік пе? Бірақ енді біз өскен кезде де не істейміз? Сол себепті күйеуге, қайын жұртқа, атаға, енеге, бастықтың алдында, тағы осындай адамдардың алдында үнемі ақталып жүреміз. Себебі мен тыныш болғым келмейді, бірақ тыныш бол деген нәрсе тұр. Сол нәрсеге мен тең болуым керек деп, мына нәрсеге теңескіміз келеді. Екінші себеп, жақсы болуға тырысу. Көп қазақ әйелдерінің ішінде мынандай бір ішкі программа, бағдарлама бар. Мен жақсы келін болуым керек, мен жақсы қыз болуым керек, мен ешкімді ренжітпеуім керек,
жалпы жақсы көріну өзіңнің шекараңды аттап барып жүзеге асады. Сол арқылы жүзеге асады, иә. Сондықтан да адам не істейді? Ақталады. Енді қараңыздар, ең басты себеп көбінесе бұл қабылданбай қалудан қорқу. Мен туралы не ойлап қояды? Бұлай ойлап қалса ше деген сияқты жұрттың пікіріне сәйкес болуға тырысу, иә? Негізі ақталудың түбінде бір ғана қорқыныш жатады, достар. Ол осы қабылданбай қалу. Больно, иә? Өте больно. Вот, мені қабылдамай қояды деген қорқыныш. Мысалы, кешігіп қалдым, пробкаға түсіп қалдым, осылай болып қалды. Тағы қандай сөздер бар, естеріңізге түсіріңіздерші. Телефонды көтере алмай қалдым, енді көріп қалдым, солай болып қалды, өзімде қаламадым деген сияқты. Осындай біз өзіміз қаламасақ та, оны автоматты түрде, бейсаналы түрде осылай ақталып кете береміз, иә? Шын мәнінде жоқ, қазір маған олай ыңғайлы емес. Немесе мен осылай шешім қабылдадым, осылай дұрыс деп ойлаймын, осылай болсын деп нақты айта алмаймыз. Вот, кеше мен стористе де айтып жатырмын, адам тағы қай кезде ақталады? Жертва адамның алдында ақталады. Сол адамның ойына теңесу үшін, соның деңгейіне түсіп қалады. Егер ресурссыз күйде болса, иә, одан кейін өзін кінәлі сезініп қалған кезде, яғни адамның үйін ішінде тыныштық күй болса, иә, тыныштық күй болса, ол ақталу емес, достар, ол түсіндіру. Өзіне сенімді адам бұл түсіндіруге емес, өзі таңдаған, иә, мұқият мән беретін сөз, өзі таңдаған шешімге жауапкершілік алуға дайын адам. Келесі жолы ақталғыңыз келіп тұрса, өзіңізден сұраңыз. Мен қазір шын мәнінде не істеп тұрмын? Түсіндіріп жатырмын ба? Әлде өзімді қорғап жатырмын ба? Егер ақталу болса, бұл көбінесе жаңағы ішкі қорғаныс жағына кетіп қалады. Енді ақталудан шығу үшін, достар, өздеріңізге мынандай бір 7 күндік, немесе 14 күндік, жоқ, менің бір үнемі әдеттер қалыптастырып, солай тұрақты стерженім бар, өз-өзіме сенімдімін десеңіз, 21 күндік, 40 күндік өзіңізге бір аскеза жарияласаңыз болады. Аскеза бұл өзіңізге тыйым, ақталуға тыйым. Басында ақталып қоя бересіз. Солай болып қалды, қап, осылай деген секілді. Одан кейін, қап, мына жерде мен ақталып қойдым деп өзіңізді осознавать етесіз. Осознавать ету, яғни түсіну ақталып жатқанды, уже 50% жеңіс. Уже 3-ші қадам, келесі жолы сіз ақталайын деп жатсаңыз, өз-өзіңізді тоқтатасыз. 40 күннің ішінде, достар, бұл ақталудан толыққанды шығып кетпесеңіз де, жартылай шығып кетуге әбден мүмкіндік. Келесі жол тағы қайталайсыз, одан кейін тағы қайталайсыз. Осылай шығып кетесіз. Бұл не нәрсені өзгертеді? Иә, аскеза. Жай ғана сіз мына біздің миымызға үлкен задачалардан көрі, мысалы, күнделікті өмірде кішкентай дүниелер, мысалы, төсегіңді жинау, иә, төсегін жинамайтын адамға өмір үлкен жауапкершілік артпайды. Сол сияқты сіз әуелі өзіңіздегі осындай ішкі программаларды өзгертетін болсаңыз, сырттағы командамен, адамдармен, партнермен, жұмыста, әріптестермен секілді қарым-қатынас орнату, проблема келсе, сол проблемаға төтеп бере алу қиын болмайды. Өйткені сіз мынау деңгейге шығасыз. Мынау деңгейден мынау деңгейге шығасыз. Ересек күйге шығасыз, яғни. Со мной все в порядке, со мной все ок. Мені ол ақталатын күйге түсіре алмайсың сен. Сенің алдында мен ақталмаймын. Ақталуға тиіс емеспін, түсіндіруге тиіс емеспін саған деген ішіңде тыныштық күйі болады. Сол достар, видео ұнаса, өздеріңіздің алған инсайттарыңызды астына жазыңыздар, қолдап кетіңіздер. Егер бұл тақырып сіздерге актуальны болса, қалай ақталмай сөйлейміз деген тақырыпты келесіде ашамыз.
немесе қай тақырып сіздерге қызықты, мазалайды, яғни запростар бар, жазыңыздар, міндетті түрде бұл арнаны жалғастырамыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.